ұйымшыл, өте тәртіпті, үлкен кішіні сыйлау білетін, мына патриоттық сезімдері жоғары. Мына мектептің өздері бір жақсы мектеп болды. Сол мектептердің ден тәрбие алып шыққан балалардан мінекей қазіргі сол ауылдың атын шығарып жүр. Сол ауылдан шыққан тұлғаларды атайтын болсам, ең бірінші мен мынау өзімен бірге істеген Сапарғали Сәлменовичті айтар едім. Ол кісі менің кезімде старший прораб болып, сол кентте, Кенешарда істеді. Материал тапшы, құрылыс материал тапшы болатын. Ал біздің Сапарғали ағамыз, ол кісі мынау Қарағанды, Павлодар, Екібас, қай жерде болса да сол мына нені, жаңағы строй материалды алып келіп, біз бір жаңа поселок салық десек, мен өтірік айтпайтын шығармын. Газоблок кірпішімен, үстін плите перекретемен көптеген үйлер салдық. Үйлері ыңғи двухквартирный, тастан салынған, қысты күні суық болатын, фермаларда да сондай болатын, бәрі тастан салғандар. Ол кезде Чечен строй деген болады. Солардың барлығы жаңа кішкентай түйір тастан салып, кейбір үйлердің ішінен жаңа қысты күні қарлар да кіріп тұратын болатын. Ал енді Сапарғали Сәлменовичтің инициативасымен сол біздің ауылымызда көптеген нысандар салынды. Айта берсек, автогараж салынды. Мынау ол кезде К-700 деген тракторлар жаңадан келіп атқан. Соған кәдімгідей гараж тұрақ салынды. Сосын мына строй цехқа отдельный жаңадан цех салынды. Оның ішінде жаңа строй цехқа өзінің оборудование жаңа станоктарын барлығын әкелінді. Мынау жаңағы Сапарғали Сәлменұлы. Ол кісі Жазира жеңгемізбен екеуі жаңағы 10 бала тәрбиелеп өсірді. Енді сол балалардың мен білмеймін, ең үлкені біздің Болат Қасенов деген, ол балада, ол жігітте менімен бірге істеген. Қазірде о да сол ауылда тұрады. Сол ауылдың ең бір үлкен ақсақалдарының бірі болып қалды, кімдер, Болаттар. Ал енді Сапарғали Сәлменовичті туралы айтатын болсақ, ол кісі мынау халықпен сөйлесуі, биязы, мінезі, сосын жаңағы ұйымдастыру қабілеті, үлкен кішіні сыйлауды біз 5 жыл еңбек еткенде 5 ауыз сөзге келген жоқпыз. Әлімге дейін мен ол кісілердің балалармен сыйласамын. Менімен бірге істеген ақсақалдар, Дәрім деген ақсақал, ол кісі мен барғанда зам директор болып істеген. Ол кісі де қазір өкінішке қарай жоқ. Ол кезде қызмет істеген азаматтар Нұрсағат Мапитов деген ақсақал болды, экономист болды, сол кезде мен істеген кезде. Ол кісі де енді о дүниелік болып кетсе, кейіннен жаңа жол совхозына директор болып істеді. Дәрім ақсақал болды, зам директор болып істеді. Жаңа айттым, Жазубайды айттым. Сосын мына Ашуовтар әулеті деген бізде азаматтар болды. Ашуовтар әулеті өте өскен, өнегелі семья. Мұрат қазірде бар. Біздің елдің ақсақалы қазір Мұрат. Одан кейін Аман деген, Ашуов Аман деген баласымен мен жұмыс істедім. Одан кейін кіші баласы, біздің Сағадаттың күйеу баласы Ораз ғой деймін. Оразбен де мен жұмыс істедім. Сондағы Мейрам деген азамат болды, біздің Маждуорды басқарды. Темірболат Смағұлов деген ақсақал болды. Енді шопырлар болды. Жаңа Жәминов Хамит деген ақсақал менімен бірге істеді. Тұрғынбай деген ақсақал менімен бірге істеді, шопыр болды. Лейденов Мұрат бізден кейін ең бірінші агроном болып істеді менде, кейіннен парторг болып істеп, ол мен кеткеннен кейін парторг болып істеді. Сондай азаматтар мен азаматшылар, мінекей бізде главный бухгалтер болып істеген кім Амантай Мұқышұлы бар, өте қымбат азамат. Құрмет деген бізде бұл азамат жұмыс істеді. Еркін бізде главный инженер болып істеді. Сондай кісілермен жұмыс істеу өте қызық та болды, абыройлы да болды. Біз ыңғай жұмылып жұмыс істейтінбізді. Міне сол кісілердің ұрпақтары қазірді.
Міне кеше сіз өзіңіз барып көргендей жаңағы айтып отырсыз, сол 60 жылдығына мыңдай адам жиналды деп, ол кісілердің барлығы, сол кісілердің барлығы ұрпақтары, сол кісілер тәрбиелеген балалары, немерелері, солардың барлығы сол ұйымшылдық, менің кезімде бастаған ұйымшылдық әлі күнге дейін мінекей жалғасын тауып, міне жаңағы Сапарғали марқұмның ұрпағы асхана салып жатыр, ауылдың азаматтары жиналып мешіт салып жатыр. Мінекей осының барлығы мінекей ат шабыс жасап жатыр, күрес ұйымдастырып жатыр. Жастар үйін ашты. Жастар үйінің ашылуы деген жол ауылымызға барып жатыр. Жол сайрап тұр. Жол сайрап тұр. Сондықтан біздің ауыл өте бір керемет ауыл. Мен де кеше барған кезде керемет бір әсер алып, көңілім сондай бір көтеріліп келді. Рахмет сіздің сұхбатыңызға. 4000-ға жуық халқы болған Южный кеңшары 1963 жылы ресми түрде ашылып, кеңес дәуірі кезінде бұл жерде мыңдаған мал басы өсіп, тонналап астық тасылған құтты мекен. Ал режиссер-актер Жұмат Шанин атымен егемендік құрылған жылдары, яғни 92 жылы берілді. Бұл бір қуантарлығы сол, республикалық облыстық бюджеттен бөлінген 7 миллиард 585 мың теңгені құрайтын 50 жобаның қаражатынан ауылға да бөлініп, жол, су құбыры жұмыстары іске асуда. Осы 3 жылға берілген жоба 2024 жылы аяқталмақ. Жұмат Шанин ауылына 60 жылдығын аясында Ақмешіт асханасын ашу салтанатты мерекесіне тағы да бір мәрте қош келдіңіздер дейміз. Мешіт құлшылық жасалатын орын, яғни ол жерге келудегі басты мақсат Аллаға құлшылық ету, парыз етілген үкімдерді орындау. Мешіт қоғамдық барлық мәселенің шешімін табуға, елдегі бірліктің, ынтымақтың сақталуына тікелей себепші болатын орын. Осындай үлгілі жұмыстары артқа жақ болсын, топ болсын деп шын жүрегіммен тілектестік білдіремін. Күркөлі дейміз бе, Южный дейміз бе, Сартау дейміз бе, Шанин ауылы деп атаймыз бе. Осы атаулардың бәрі осы елге байланысты. Мен осы елде 5 жыл қызмет істедім. Институтты бітіріп келгеннен кейін 1 жылдан кейін. Менің ең туған ауылым осы жер сияқты болып кетті. Мен осында келгенде менімен бірге оқыған, мектепте оқыған, бірге қызмет еткен жігіттердің арасына келдім де тура ауылыма келгендей болып тұрған. 5 жылдан кейін мені басқа қызметке ауыстырады деді. Мен болмаймын. Солардың ұрпақтары жаман бола ма? Тойларыңыз той болсын. Елдің батасы осы өсіп-өнген ұрпақтарына өсіре берсін. Жалпы осы кеңшарда талай адамдар, талай мықты азаматтар еңбек етті. Южидің малы 2000 жылқысы 30 мың қойы болған. Басқа малды бұлай қойғанда. Осы елде соғыл алмаған адам болмайтын. Сондай бақ қонып құтырды алған өлке бұл. Үлкен елдің құты жер деп айтуға болады. Енді жалпы мынау қазір елдің көзі ашылды. Басқа жерлерден осылай көрші 40 жылдық болмаса ауыл дейміз. Соларда мешіттерін салып, үлкейтіп, асханаларды салып, ауылдарын бәрін көркейтіп. Бұл енді еліміздің жетістігі, бүкіл республикамыздың өсіп өнгендігі. жиналған жамағаттар елімізге саулық берсін, қуат берсін, осы мәжіліс бола берсін Алла. Өткенімізге дала және рахатта және жәннетте болсын Алла Тағала. Осы бетағаттар Алла Тағала көңілімізге қайда көзімізге жасалдырмасын Алла. Сізген дұғамыз тілеген теңіз қабыл болсын Алла. Тарам жамағат, сыртта болған, ел, ауыл болған, жан-жақтан атой салып, қуанышымызды бөлісіп, тойымызға ортақ болып, осы дүбірлі торқалы тойға ортақ адамды қатысып жатқан баршаларыңызға olan сәлеммен, берекет, денең жақсылық мол болуға сіздермен біздердің жанұямызға болсын. Және де Ерлан Ермекұлы футбол алаңы мен баскетбол алаңын жасатып, жас ұрпақты спортпен алаңсыз шұғылдауында қолдау жасады. Ендеше қадірлі ағайын, сабырлық, ел болып ағайын туыс болып, мен қазір микрофон тізгенін осы ауылымыздың Ақмешіттің әрине қажысы Рүстем Қажы өзіңізге.
үлес қосқаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Сіздің туған ауылыңызға деген жоғары деңгейдегі жанашырлығыңыздың арқасында біз елдегі әлеуметтік саланың табысты дамуы секілді осындай маңызды миссияға өз үлесімізді қосып отырмыз. Ал енді міне Рүстем қажы, сіздер елімізге аман есен келіп қалдық. Панамда ел, данамда ел дегендей міне жерден туған барлық осы жерлестеріміздің басы жиналып ауыз бірліктің арқасында, мына ұйымшылдықтың арқасында міне нысандар көтеріліп жатыр.